Аддисон ауруының симптомдары. Аддисон ауруы бізде бүйрек үсті безі гормондарының гипосекрециясы әсерінен пайда болып тұрған патологиялық жағдай. Оның симптомдарына келетін болсақ, алғашқы симптомы бізде терінің гиперпигментациясы. Нормада бүйрек үсті безінің гормондары аз бөлінгеннен кейін гипофизге сигнал барып, стимул барып, ол жерде бізде АКТГ гормоны бөлініп шығу керек болған. Ал біздің жағдайда бізде бүйрек үсті безінен гипофизге гиперстимуляция барып тұрғандықтан АКТГ мен қоса ол жақтан меламин стимулдеуші гормон бірге қосыла шығады. Ал меламин стимулдеуші гормон оның қызметі бізде теріде тері пигменттерін бөліп шығару, соның есебінен екеуі бірге көп мөлшерде шыққандықтан бізде терінің үйкелісі көп болатын аймақтарында гиперпигментацияны байқасақ болады. Екінші симптом бізде терідегі қара дақтар. Қара дақтар көбінде бізде ауыздың шырышты қабатында, сүт бездерінің емізікшелерінің айналасында және де қынап пен тікшектің кіреберіс аймақтарында пайда болады, көрсек болады. Үшінші симптом бізде жалпы әлсіздік.